Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошановтың айтуынша, әлемде әрбір үшінші әйел зорлық-зомбылықтың зардабын шегеді, құрбаны болады. По данным Организации Объединенных Наций, бұл проблема әлемдегі жаһандық мәселенің бірі болып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша әлемдегі әрбір үшінші әйел физикалық немесе жыныстық зорлық-зомбылыққа тап болған. Осы қоғам дертімен күресу үшін әлемнің 155 елінде тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заңдар қабылданды. Әйелдер қауымы зорлық-зомбылыққа қатысты қылмыстық жауапкершілікті күшейтуді ұсынады. Әйелін ұрып соққан еркекті 15 тәулікке қамағанмен мәселе шешілмейді дейді заңгерлер. Бұл жерде бұл қылмысты қылмыс деп атау керек те, сол үшін қылмысқа жаза болу керек. Ана 15 сутка қамау деген болмау керек, кәдімгі жаза болу керек. Неге? Себебі бұл жерде ең қиыны сол жаңағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың салдары. Оның салдарынан әйелдер күйеулерін өлтіріп атады, немесе күйеулері әйелін өлтіріп атады. Оны тоқтату керек. Мен ойлаймын, кемінде 6 айға, аз дегенде бір 6 айға оны қамау керек, кәдімгі қылмыс ретінде. Ол аз дегенде. Себебі 6 айдың ішінде оған тағы да қосымша жаза берсе де болады. Қазір парламент зорлық-зомбылыққа қарсы күресті және осы қылмыс үшін жауапкершілікті күшейтетін заңнамалық новеллалардың жаңа пакетін әзірлеуге кірісті. Депутаттар тұрмыстық зорлық-зомбылық үшін жауапкершілікті қылмыстық жауапкершілікке тартуды жоспарлап отыр. Өкінішке орай құжатты талқылау барысында шенеуніктер тарапынан бұл нормаға қарсылық білдіргендер де болған. Әрине, Әділет министрлігі жанындағы ведомствоаралық комиссияның отырысында бұл заң кейбір сол ведомствоаралық комиссияның мүшелері тарапынан қолдау таппады. Кейін резонансты оқиға орын алған кезде мен өзім депутаттық сауал жолдадым. Үкіметке осы мәселелерді қайтадан көңіл бөлуін сұрадым. Сондықтан да үкімет қазір қарастырып жатыр. Жалпы әйелдердің зәбір көруін тоқтатуымыз қажет, заңды қатаңдату қажет және осыған жауапты мемлекеттік институттардың да рөлін күшейту қажет. Бүгінгі заң жобасында осы мәселе қарастырылған. Жоғары заң шығарушы орган зорлық-зомбылыққа қатысты заң жобасын қабылдаса, жәбірленушінің денсаулығына орташа және ауыр зиян келген жағдайда бас бостандығынан айыру да көзделген. Сондай-ақ отбасында жанжал шығарушыны үйінен шығарып жіберу де қарастырылып отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.